Шілденің бірі күні қалалық тарихи өлкетану мұражайында жергілікті суретші Шият Базарбековті еске алуға арналған жеке көрме ашылды. Өз өмірін өнерге айналдырған әуесқой суретші Шият Темірғалыұлы Базарбековтің қалдырған ізі мәңгілік атты еске алу жеке көрмесінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер дейміз. Көрмеге автордың әртүрлі жанрда салынған 82 картинасы қойылды. Олардың қатарында белгілі тарихи тұлғалардың портреттері, натюрморттар, пейзаж және тақырыптық композицияларды қамтитын жұмыстарды көруге болады. Біздің Ақкөл талантты перзенттері көп. Соның бірі Шият марқұм болғаны айдан анық. Соңында көп дүние қалдырды. Көзайым болып тамашалап отырмыз. Мәңгі де мағыналы өмір сүрді. Өзінің жан дүниесінің қалауы, сүйікті ізде суретшілікпен шұғылданды. Одан асқан қандай бақытты. Мәңгілік ешкім жоқ, бірақ соңында мәңгілік дүние қалдыру деген бақытты ойлаймын. Айта кету керек, көрмені марқұмның отбасы ұйымдастырған. Мәдени шара барысында автордың туғандары жылы естеліктерімен бөлісіп, қыздары мен жиендері өлең оқыды. Жанарларды жәудіретіп мәңгілік, кеттің әке жанымыздан жырақтап. Мәңгі есте жарқын жүзін дидарын, есімізде күлімсіреп тұрғанын. Ілім білім тәрбиеге қаныққан жанын толы, мейірімге толы еді. Шият Темірғалыұлының шығармашылық мұрасында портреттердің орны бөлек. Олардың қатарында ұлы ақын Абай, ағартушы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, академик Қаныш Сәтбаев, ұлы отан соғысының батыр қыздары Мәншүк пен Әлия және өзге де танымал тұлғалардың бейнесін көруге болады. Осыдан 8 жыл бұрын Жандарбек Қожа әулиенің суреті Ақкөл мұражай ауылына, Естай Беркімбаевтың портреті қалалық мұражайға сыйға тартылған. Бұл кісінің әрбір сызған сызығы, әр штрих барлығы жүрекке шыққан. Мына портреттердің өзі көріп тұрсыздар, мінезін дейміз ғой, характерін. Сондай дәлме дәл беру, бұл шынында да тарих, бұл табиғаттың берген таланты деп біліңіздер. Шият Базарбеков Ақкөл ауылының тумасы. Әр жылдары ауылдық кеңесте мұғалім, кейін Сарғамыс ауылы әкімдігінде қызмет атқарған жан-жақты талантты азамат еді. Бұл көрмені өткізуді көптен бері жоспарлаған дейді балалары. Папа мечтал. Әкем биыл осы көрмені өткізуді жоспарлаған болатын. Алайда осы жұмада оның қайтқанына 100 күн толды. Сондықтан біз отбасымызбен әкеміздің тілегін орындап, осы көрмені ұйымдастыруды жөн көрдік. Айта кетейік, Қылғадам шеберінің көрмесі шілденің 17-сіне дейін жалғасады. Инара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.